Сәлем бәріңізге, менің каналыма кірген әрбір көрерменге қош келдіңіз деймін. Мен бүгіннен бастап, осы алғашқы видеомнан бастап сіздерге қазақ тілінде маникюрге байланысты гель покрытие, гель снятие, дизайндар, неше түрлі лайфхактарды көрсетіп түсіндіргім келіп тұр. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Барлығы қазақ тілінде болады және түсінікті қарапайым тілмен жеткізетін боламын. Сондықтан менің каналыма подписка жасап, міндетті түрде видеоларға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз, менімен бірге болыңыздар. Ал енді бүгін бірінші сабақта менің таңдаған тақырыбым ол гель покрытиеға снятие жасау болады. Сондықтан мен өз білгеніммен сіздермен бөліскім келеді және оны қазақ тілінде жасағым келеді. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізбен бөлісіп, лайкпен қолдап отырыңыздар. Ендеше кеттік! Гель покрытиені снятие жасаған кезде біз осындай конус тәрізді фрезаны қолданамыз. Және не только осындай, және де басқа да түрлері бар. Қолданған кезде біз фреза болса, немесе осындай түрлері. Фреза болса, осы фрезаның ұшымен емес, мына денесімен жұмыс жасаймыз. Осы денесі тырнаққа түзу тию керек болады. Және де мына тырнақтың бетінде фрезамыз осылай денесімен жату керек. Осы денесі тырнақтың бетіне түзу жату керек. Яғни айтқанда тырнақты бүйтіп бөліп снятие жасамаймыз. Снятие жасаған кезде біз полный басынан аяқ бір жүргізіп өтуіміз керек. Осылай. Бір жүргізіп өту керек, және ол қат үстіне басылмау керек. Снятияның жасалу мөлшері, егер қолыңызды үйреткіңіз келсе, мен сізге бір лайфхак айтайын. Жұмыртқаның бетінде өзінің жаңағы датысы жазылған, компьютермен датысы басылғаны болады. Вот соны сіз алып үйренсеңіз, вот сол кезде идеально жаңағы снятие жасайтын боласыз, немесе маркермен сызып, сол маркерді ғана алатындай қылып, жұмыртқамен дайындасаңыз болады. Сізге лайфхак. Мысалы, мына тырнақтың беті болса, міне фрезамен мына жерден өтесіз, мына жерден өтесіз, мына жерден өтесіз. Мына жерден өтесіз, мына жерден өтесіз, мына жерден өтесіз, Сіз өткені осылай жұмыс жасайсыз ғой. Міне. Осылай снятие жасайсыз. Азайтасыз. Ал мына жағына мен неге шықпай тұрмын? Снятияның мына жағына, тырнақтың мына бөлігіне неге шықпай тұрмын? Себебі тырнақтың осы бөлігінде біз уже тырнақты, осылай ұстап тұрған тырнақты мына қалыпқа келтіреміз да, уже фрезамен былай жұмыс істейтін боламыз. Алып келдік. Жұқарттық. Енді мына шетіне келген кезде біз бүйтіп алсақ, мұны теріге тиеді ғой осылайынан. Біз теріні жараламауымыз керек бізді. Сондықтан клиенттің қолын өзімізге ыңғайлы қылып бұрамыз осылай. И мынадан былай қарай фрезаны уже міне. Тырнақ осылай қарай бұрылады. И фреза осылай қойылады да, міне. Уже мынаны былай қарай аламыз. Былай қарай. Мынаны біз төменге қарай алдық қой, былай қарай. Енді осы жолы біз фрезаны осылай жоғары қарай аламыз. Қазір мен сіздерге снятие жасаған видеосын көрсетемін. Сол видео арқылы көріп, қолдарыңызды жаттықтыруларыңызға болады. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыз.
гель покрытиеге снятие жасау туралы алғашқы видеом сіздерге түсінікті болды және ұнады деп ойлаймын. Ол видеоны мен өз қолымдағы гель покрытиені алып түсірген едім, және де түсіріп жатқан кезде мен телефонның қуаты өшіп қалды да, мен кішкене видеом тоқтап қалды, бірақ сіздерге сонда да түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де тағы да видеолардың арасында снятие жасауды жаңағы кездесіп жатса, мен сіздерге тағы да толыққанды түсіріп көрсететін боламын. Ұнады деп ойлаймын. Комментарий және лайк басуды ұмытпаңыз, маған подписка жасаңыз, және де жаңа видеолар күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менде тағы да жаңа видеолар болады.